Мен мұны журналистің заңды құқығын шектеу әрекеті деп бағалаймын. Мы работаем как и вы, господин прокурор, госпожа прокурор. Процесс кезінде қан қысымы көтеріліп, жедел жәрдем шақыртуға тура келді. Күні кеше біз Серік Қалмұратов пен оның әпкесі Сәуле Берентаеваның ісіне қатысты сотқа қатысып қайттық. Оларға тағылып отырған айып жалған куәлік ету. Бірақ ең қызығы, Серік Қалмұратовтың қолында оның кінәсіздігін дәлелдеу мүмкін сенімхат бар. Мен әділдік іздеймін. Мен осы тараптың жаңағы заң аясында, заңды түрде әділ шешім табуын талап етемін. Өйткені мына сенімхат Жайық энергия спецстрой компаниясынан жіберілген, мына жерде барлығы көрсетілген, сот барысына қатысуына және өз атынан предоставлять все интересы дейді. То есть ол тек қана представитель. Бұл никак заявитель емес. Сонда сұрақ туындайды. Ақтайтын құжат бола тұра, бұл іс неге сотқа жетті? Сот барысында тағы бір мәселе көзге түсті. Прокурор ханым біздің сотқа қатысып, видеоға түсіруімізге үзілді-кесілді қарсы болды. Фамилии участника процесса не могу совсем точно поставить вопросы. Он уже один кадр сделал, думаю, достаточно, нет, он дальше продолжает. Частично, но вы не имеете права отказывать в государственном служащем. Хорошо, но хотя бы дайте мне Мы работаем как и вы, господин прокурор, госпожа прокурор. Мы работаем как и вы. Мен мұны журналистің заңды құқығын шектеу әрекеті деп бағалаймын. Себебі ашық сот қоғамға ашық болуы тиіс. Дегенмен сот бізге рұқсат берді. Бірақ ең ауыр сәт Сәуле Берентаеваның жағдайы болды. Денсаулығына қарамастан сотқа шақырылған оның процесс кезінде қан қысымы көтеріліп, жедел жәрдем шақыртуға тура келді. Осыдан кейін ғана сот кейінге шегерілді. Бұл жерде тағы бір маңызды сұрақ бар. Адамның денсаулығы ескерілмесе, әділдік қалай орнайды? Бұл істе сұрақ көп. Сондықтан біз бұл істі бақылауда ұстайтын боламыз. Атышулы Ақтаудағы асабаның ісіне байланысты мобилограф ұсталыпты. Ол енді 3 жылдан 6 жылға дейін, тіпті егер ол 147 баптың 5-ші тармағында сараланатын болса, ол кезде 7 жылға дейін сотталуы мүмкін. Енді бұл өте ауыр бап. Және себебі қылмыстық кодекстің 11-ші бабына сәйкес бұндай істер көбіне ауыр қылмыстар санатына жатады. Әрине бұл жерде шешімі бар. Әрине білместікпен жасады деген күннің өзінде де енді заңды білмей жауапкершіліктен құтылмайды. Бірақ ол обал. Себебі бұл бапта штраф, болмаса қоғамдық жұмыс, бас бостандығын шектеу деген қарастырылмады. Тікелей айыру жазасы қарастырылғаннан кейін бұл кәмелетке толмаған балаға обал. Тіпті кәмелетке толмады деген күннің өзінде біздің білесіз елімізде қылмыстық жауапкершілік 12-13 жастан бастап туындайды ауыр қылмыстар үшін. Сондықтан да бұл жерде бала ата-анасына айыппұл салынса, баланың өзіне де реально сұрақ болуы мүмкін. Сосын бұл жерде енді шешім қандай? Видео тарады. Енді әрине түсіргенде айыптап жатқандар бар, түсіргендердің өздерінде. Бірақ енді боларсыз болды дегенде, бояуы сіңді дегендей, бұл жерде енді кешірім беру керек шығар. Асаба кешірім беріп, арызын қайтып алып, енді бұл баланың сотталып кетуіне жол бермеген дұрыс деп есептеймін. Себебі енді білместікпен осындай қадамға барып отыр. Егер де айыппұл болмаса, қоғамдық жұмыс, бас бостандығын шектеу деген болса, құба-құп болған тәртіп жаза болатын еді. Ал енді бұл жердегі бапта санкциясында тек бас бостандығынан айыру қарастырылғаннан кейін өте обал болады деп есептеймін. Енді заңгер ретінде түрлі практикада көріп жүрміз. Бас жарылып көз шыққан жоқ. Мейлінше сабырға келіп, екі тарап бір-бірінен түсінісіп, кешірімін алып, арызынан бастатса, нұр болар еді. Аталған даулы мәселеге осылай нүкте қойса деп ойлаймын. Себебі ұсталған кәмелетке толмаған жас бала мобилограф абайсыз тап болды ма, біліп істеді ме, оны білмейміз. Сондықтан да дұрыс келісімге келу керек деп өз ұсынысымды айтар едім. Жаным, жаным, менің жақын адамым сенсің. Жүректесің біздерге ұзақ өмір берсін. Өкпелеймін кейбір ісім үшін мен өзімде. Кешірші сен де мені артық кеткен кезімде. Мұң айта салатында қуан
Canım, canım, sen men üçün kımbatты jansın. Kıyın күндер өткеннің еншісінде қалсын. Екеуміз бірге көрдік сынақ келсе тағдырда. Кездерім болған емес seni жалғыз қалдырған. Қайғысы болса күнім, шаттығын бірге көріп, жүрейік махаббаты. Sen benim can dünyeme gereksin, şınayı қуануға себепсің. Bağıma sende adam тұрғанда, жүрегім бүтін менің жалғыз емеспін. Sen benim can dünyeme gereksin, şınayı қуануға себепсің. Көңілім түсіп тұрса мұңайма, мен бармын жаным, жалғыз емессің. Sen benim can dünyeme gereksin, şınayı қуануға себепсің. Bağıma sende adam тұрғанда, жүрегім бүтін менің жалғыз емеспін. Sen benim can dünyeme gereksin, şınayı қуануға себепсің. Көңілім түсіп тұрса мұңайма, мен бармын жаным, жалғыз емессің. Жаным, жаным, менің жақын адамым сенсің. Жүректесің, біздерге ұзақ ғұмыр берсін. Өкпелеймін кейбір ісім үшін мен өзімде. Кешірші сен де мені артық кеткен кезімде. Мұң айта салатында, қуанта алатында, өзіңсің махаббатым. Sen benim can dünyeme gereksin, şınayı қуануға себепсің. Bağıma sende adam тұрғанда, жүрегім бүтін менің жалғыз емеспін. Sen benim can dünyeme gereksin, şınayı қуануға себепсің. Көңілім түсіп тұрса мұңайма, мен бармын жаным, жалғыз емессің. Canım, canım, sen men üçün kımbatты jansın. Kıyın күндер өткеннің еншісінде қалсын. Екеуміз бірге көрдік сынақ келсе тағдырдан. Кездерім болған емес seni жалғыз қалдырған. Қайғысы болса күнім, шаттығын бірге көріп, жүрейік махаббаты. Sen менің жан дүниеме керексің, шынайы қуануға себепсің.